Сәлем достар, сіздермен Дана Әбдіманап. Каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге осындай біркелкі созылған, серпімді болып шығатын лағманның қамырын жасауды көрсетемін. Ол үшін ең алдымен тұзды салқын суда ерітеміз. Әрі қарай жүгері крахмалын қосамыз және суды 2 рет бөліп қосамыз. Керек заттардың барлығының мөлшері видеосындағы сипаттамада көрсетілген. Бірінші суды қосқан кезде осылай ұнды жақсылап ысқылаймыз. Енді екінші жарты суды қосып, қатты қамыр илейміз. Қамырды жарты сағатқа тынықтырып қоямыз. Міндетті түрде салафанмен орап қою керек. Енді екі жағынан сұйық май жағып, қамырымызды басып шығамыз. Оқтаумен басып шықсаңыз да болады. Қалыңдығы 1 см аспайтын қамыр жайылды. Әрі қарай аралары 2 см болатын бөліктерге кесіп шығамыз. Енді қолымызды сұйық маймен майлап, осы бөліктерді созып шығамыз. Әр қабаттың арасын осылай сұйық май жағу арқылы орналастырамыз. Егер менің каналымды бірінші рет көріп тұрсаңыз, міндетті түрде жазылып қойыңыз. Әрбір жаңа жазылған жаңа оқырман мені одан да күшті видеолар түсіруге қанаттандырады. 5 минутқа тынықтыруға жібереміз. 5 минут өткеннен кейін қайта созуды бастаймыз. Ең бірінші созылған қамырдан бастаймыз. Лапша біркелкі болып шықсын десеңіз, беті түзу осындай тегіс столдың үстіне созған жөн. Қамырды созып алғаннан кейін осылай қолыңызға жинап, 2-3 рет тақтайға ұрып шығу керек. Үзіліп қалады деп қорықпаңыз, бұл оның жақсы созылуына және біркелкі түсуіне аса қажет болады. Әрі қарай қайнаған суға лапшамызды саламыз. Шанышқымен араларын ашып отырып араластырамыз. Әрі қарай табамыздың бетін жауып қоямыз. Лапшамыз қайнағаннан кейін табаның бетін ашып, тағы да 1 минут қайнатамыз. Әрі қарай лапшамызды сүзіп алып, салқын суда шайқаймыз. Судан сүзіп алып, столдың бетіне орналастырамыз. Толық суы қажет. Толық суығаннан кейін кішкене сұйық май жағып, майлап қойсаңыз болады. Осымен лағманның лапшасы дайын болды. Келесі рецептте кездескенше.